Фәләммә атаха, қараңыздар қандай аят басталды. Сөйтіп ол сол оттың қасына келген кезде дейді. Нудия я Муса, ей Муса деп дауысталды дейді. Муса алейхиссаламға Аллах Тағала сөйлескен. Аллах Тағаланың дауысын естіген. Жибрил қатысып қалған жерде. Муса алейхиссаламға түскен уахидың ерекшелігі Раббысы сөйлескен. Жаңа дауысты естиді. Инни ана раббука, сөзсіз мен сенің Раббыңмын. Фахлағын алайка, шеш анау екі аяқ киіміңді. Аяқ киім таза емес. Иннака билвадил муқаддаси туа. Сен қазір мына жерде қасиетті туа ойпатында тұрсың. Мен осы жерді таңдадым дейді Алла Тағала. Саған уахи ету үшін. Ана ахтартука, мен сені таңдадым. Өз қызметім үшін дейді, елшілікке. Фастами лима юха. Не қараңыздар. Жақсылап тыңда, өзіңе уахи етіліп отқан нәрсені. Уахидың жаңағы әуелгі талабы. Иннани ан Аллах. Сөзсіз мен Алламын. Ла илаха илlallah. Ла илаха илля ана. Менен басқа тәңір жоқ. Фаъбудни. Маған құлшылық қыл. Ва ахимис салата ли зикри. Намазды мені еске алу үшін оқы. Иннас саға ла атия. Сөзсіз қиямет сағаты келе жатыр дейді. Екінші негіз. Көріңіз бе қандай мәселе? Таухидтан кейінгі. Акаду ухфиха. Құпиялап жасырып қойдым қай күні болатынын. Литуджза куллу нафсин бима тасға. Әрбір жан осы дүниеде ізденген нәрсесінің жазасын алсын деп. Не жарылқауын алсын деп. Ей Мұса, есіңде болсын, фәлә ясудданнака. Сені біреу азғырып алдап кетіп жүрмесін. Неден? Анха, осы қиямет сағатына деген иманнан. Кім алдап кетуі мүмкін мені? Мән ла юъмину биха. Қияметке сенбейтін біреу. Тағы қандай сипаты бар? Уаттабаға хаваху. Өзінің көңіл қалауына еріп кеткен. Фатарда, сөйтіп құрған. Дүниесі де, ақыреті де. Қараңыздар қандай мәселе. Сосын Мұсаға мұғжизаларды тапсырады. Дауатына қажетті, насихатына қажетті, перғауынға барайын деп жатыр. Сол жаққа керекті мұғжизаларды тапсырады. Сол кезде Раббысы сөйлеседі Мұсамен ары қарай. Ва ма тилка бияминика я Муса. Ей Мұса, мынау оң қолыңдағы нәрсе не? Қараңыздар, адаммен қалып сөйлесуі. Аллах Тағаланың жаңағы даналығын, рахымдылығын қараңыздар қандай. Адаммен қалай сөйлесіп отыр. Ей Мұса, мынау қолыңдағы не? Әрине ол Аллах Тағала біледі оның қолындағы не екенін. Бірақ ана ішкі дүниесі шықсын деп жатыр уахиға. Өйткені бұған дейін ол әлі сөйлеген жоқ. Мұса. Көрдіңіз бе қандай? Сонда әңгімені жай қолындағы таяғынан бастайды. Мынау оң қолыңдағы не? Ей Мұса. Қола хадиги асоя. Бұл менің аса таяғым ғой. Атаваккаху алейха. Оған кейде сүйенем қажет кездерімде. Ахушу биха аля ғанами. Қойларыма жапырақ қағып берем, шөп қағып берем. Олия фиха маарибу ухра. Сондай-ақ бұл аса таяқта менде тағы да басқа қажеттіліктерім бар деп ары қарай сөйлеп жатады Мұса. Сонда Аллах Тағала айтады: Алқиха я Муса. Тасташ кәне жерге ананы аса таяғын дейді. Жерге тастаған бетте фаалқоха, тастай салған еді, фаизахия хайятун тасға. Ол бір ұмтылып тұрған жыланға айналды дейді. Ол сиқырлық жылан емес, ол хақ жыланға айналған таяқ. Алланың құдіретімен. Өйткені бұлдай мұғжизаларды алуында ана жақта сиқыршылар көп. Ол сиқыршыларды өшіретін, олардың өмірінде ойларына кіріп көрмеген бір мұғжизамен бару керек о жерге. Сосын осы бір аят берген қолына мұғжиза. Екіншісі вадмум ядака иля жанахика. Қолтығыңа тықшы кәне қолыңда дейді. Сосын қолын шығарады. Тахруж байда, аппақ боп шығарады. Нұр.
Мұсаға жаңағы береді. Аппақ мынау қол деген. Қараңыздар. Жаңа таяқты да айтады. Сол жылан болып жатқан бетінде айтады. Қола хусха, ал оны ей Мұса, оля тахов, қорқпа. Жа үйретіп жатыр да. Ана жылан болып, сосын таяқ қайналады қолында. Қараңыздар. Сануиду хасиратака лула. Біз оны бұрынғы кейпіне, қалпына қайтарып береміз Мұса. Қараңыз. Таяқты жылан қайналдыру деген. Сосын жаңа қолын қолтығына тығады, алып шықса аппақ. Тахруж байдо, аппақ нұр болып шығады қолы. Мен ғойри суин, денсаулыққа ешқандай зиян жоқ. Аятан ухра. Бұл саған тағы бір мұғжизамыз берген, ей Мұса. Міне, қандай. Осын бәрі не үшін дегенде, линурияка мин аятинал кубра. Біз саған, ей Мұса, көрсеткіміз келді. Үлкен аяттарымызды дейді. Сол секілді Аллах Тағаланың пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға да үлкен аяттарын көрсететін кезі келді. Алла Тағаланың білімінде дана алғанда. Енді Мұсаның бағана Ибрахим өлілерді қалай тірілтесің деді ғой. Мұсаның да сұрағаны бар. Қараңыздар. Мұсаға Аллах Тағала 40 күнге белгіленеді. Тауратты үйрену үшін келіп 40 күн бойы оразамен сол жақта болу керек. Тауратты толық қабылдап, сосын қайтып келу керек еліне. Валамма жаа Муса лимиқатина. Уәделескен жерімізге Мұса келген кезде, ва калламаху раббуху. Раббысы онымен сөйлесті. Сонда Мұса, қола рабби арини анзур илайк. Сөйлескеннен кейін, қаназдар, көрсем ба деп ойлады Мұса. Түсіндіңіздер ма? Көру деген нәрсеге. Раббым, көрсетші маған өзіңді, назар даударайыншы. Бірақ бұл бағанағаны екі нәрсені біз дұрыс түсіну керекпіз. Жаңағы имансыз өтірік жүрген бір адамдардан сұрай беретін нәрсесі, ол бос нәрсе, ол сөздер ме? Күпірлік мәселе. Бұл жерде ол нәрселер емес. Олар пайғамбарлар. Олар таниды Алла Тағаланы. Сол танымының байланысының негізіндегі сұрап жатқан сөзі. Раббым, маған өзіңді көрсетші, назар аударайыншы. Саған. Сонда Аллах Тағала қала лән тарани. Сен мені ешқашан көре алмайсың, ей Мұса. Валакин, бірақ, унзур иләл жәбәли. Анау тауға қарашы. Сол тауға назарыңды сал дейді. Фә ин истақарра маканаку фасауфа тарани. Егер де ол тау орнында тұра алса, сосын соңырақ сен мені көре аласың дейді. Фәләммә тәжәллә раббуху лил жәбәли. Сөйтіп жаңағы Раббысы тауға көрінген кезде, елестеген кезде, жахалаху дакка. Тау құмға айналды дейді. Ва харра Муса сағиқа. Мұса құлады, есінен танды. Фәләммә афақа. Сөйтіп Мұса есін жиған кезде қола айтты. Субханака, кемшілік сипаттардан пәк Раббым. Тубту илайка. Жаңағы сұраған нәрсемнен тәуба келтіремін, Раббым. Кешірші мені. Ва ана әуелул мұъминин. Сөзсіз мен бұндай құбылысты көрген әуелгі мұъминдерденмін дейді. Міне бұл Раббымыздың пайғамбарымыз жаңағы Мұса пайғамбарға көрсеткен мұғжизаларынан